Сәлем достар, қалайсыздар? Біздер Мега Вилледж ба? Не называют деп аталады мынау? Ақнар, Мега Вилледж ба? Мега дача деген жерге келдік Алматыда. Бүгін менімен бірге болыңдар. Мынандай әдемі жерге келдік. Мына домиктің біреуінде біз жатамыз. Сол рум-тур жасайын, бірге болыңдар. Сосын айтам, келуге бола ма, болмай ма, жақсы ма, жаман ба дегендей. Солыңыздар. Не осындай әдемі жерге келдік. Таман құрылып қалған кеше неге Шымбұлаққа барғанбыз, жаңбырдың астында қалып қойдық та. Жоғарыда қар жауды. Ауып тұрған. Мына домикке кіреміз қазір. Достар, тур көрсетемін сіздерге. Окей. Жаңа жылдан бір элементтері қалып қойған екен. Так, мына беседке қойып қойым. О, мына жерге таңертең тамақ ішеміз. Бүгін кешкіде ужин ішуге шығады. Так, былай кіреміз. Рум-тур. Так. Мынандай көрініспен бүгін ұйықтаймыз. Так, мына жерде стол. Аяқ киімімізді есік алдын шешіп кетеміз ғой. Мына жерге тамақтарымызды келіп қойдық. Стол бар, Wi-Fi бар деді. Мындай жататын жері. Үшінші адам мында жататын болар. Мына жоғарғы қабат, жоғарыда спальня. Қазір өтәктер. Мына жерді көрсетіп жіберейін. Так, не бар? Ванна, туалет. Қазір. Душ, туалет. Ашым қопырап. Мында керек стульчиктерге түйін бар. Бір адам мында жатады, үш адам болып кетсеңіз, үш адам сияқты да мында да Ақнұр. Сосын ашылатын болар, қараймыз. Мындай вид бар. Қазір қарайыншы мен көтеріліп. Кухняны істеп жейін. Мынандай кухняны шкаф, кухня суы бар, келіп тұр. Мынандай салфетки, приборлардың бәрі бар. Өздеріңізбен бірге тек тамақ алып келесіз. Су бар, шампунь гельге дейін береміз деді. Даже су колаға дейін, мына жерде печенькаға дейін шәйлермен берген. Осы мынандай құттай тоқ пеш бар, осыған тамақ пісіресің. Міне даже 5-литровый су бар. Шампурға дейін бар. Осыны тек өздеріңізбен бірге, мысалы мангал тамақ пісірсеңіз, шашлык, көмір әкелесіз өзіңізбен. Холодильник, сковородка бәрі бар деп айтып жатыр. Мынау менің екі подружкам дейсің. Ютубқа. Бокалдары красивые. Так, бисмилля. Ересек адамдар. Осындай жай ғана бір матрас қойылған, постельмен. Осындай ұйықтауға болады. Осы рум-тур қысқаша ұнап жатыр. Бір түн қонақ шығамыз, қараймыз. Ертең таңертең завтракты көрсетем. Кешкі ужинді көрсетем сіздерге. Завтракты көрсетем. Менімен бірге болыңыздар, кетпеңіздер. Мына жерде біздің көші кім болады білмейміз енді. Солай! Ку-ку! Ку-ку! Открыли монтаждай берем. Так. Отырық күн шуақта келіп алып. Күніне біз 60 мың теңге төледік та? 63 мың есе бюджет. 63 мың. Бағасы фикс ба или брондаған? Мега дача деген Алматыда. Тауында келіп жатсаңыздар, тауда демалғым келеді десеңіздер, осылай букировать етуге болады. Мен дейтін астына описанияға тастап кетейін. Сіздерге атын. Бағасы бір түнге 63 мың, 3 адамға дейін жаталады. 2 адам кроватьта, 1 адам диванда жаңа көрсеткендей. Тамағымыздың бәрін өзіміз алып келдік.
Сол қазір енді 3-те кіресіз. Сосын күндізгі 12-де кілт тапсырасыз. Кілт болғанда кілт жаңа бір адам күтіп алды да бізді, да? Сол келе жатырғанда тауға көтерілгенде жоғарыға шыққанда өздерінің несі бар, кодтары бар, шлагбауммен кіретін, соны өздері айтады. Осы бір адам күтіп алады да, сол кіргізеді домикке. Сол. Ал менің достарым. Бізде фотосессия болып отыр. На скамейке качеляға барып отырдық. Бастарыңа кепка, солнцезащитный крем. Обязательно. Сейчас секіріп ойнап едік те, шаңқылдақ қом. Сен ан жақтан кел, мен жақтан айкелсің. Осы жылы киме обязательно. Ау. Мына жусанның исіне бұрқырап тұр. Бада атам бетіп мұрдан тық баратын еді жусанның. Сенде де сондай болдың ма кішкентай кездерінде? Мұрынға тық қоятын едік. Жусанның. Реально, да, эти запахи, вкус, запах возвращает воспоминания. Естественно, көзің жұмсам, как в детство. Бізді жерде жатырық. Жерде жатырық. Болдық. Енді жұмыс сүрге баратырық үйге. Домикке. Үлкен бір дом. Оның бағасы бір түнде 200 мың үстінде. Кішкентай домиктер. 60 мың. Сондай шама. Шақым. Андай ангары бар. Бұл жерге той, бір мероприятиялар жасауға болатын сияқты. Кешкі ужинді дайындап жатырық біздер. Андай соусты өзіміз қолдан дайындадық. Ішінде бәрі бар. Керек болса, ингредиент қалай жасау керек екенін айта аламын, комментарияға жазыңдар дейсің бе? Ешкім қарамайды дейсің. Оған сияқты мен араластыра берейін да. Ужинді өзіміз пісіріп жатырық. Ас болсын. Үлкен алмадым ма күміл? Қайырлы таң, достар, көрермендер. Біздер бір күн түнеп шықтық. Үй жылы болды, жақсы болды, ішінде пеш бар. Кешке тамағымызды жедік. Енді өзіміздің завтрағымызды дайындап, таңғы асымызды дайындап, түнгі қазір 12-де шығып кетеміз. Енді қыздар былай отыр. Скамейкалермен жүрде болды. Біздер дейтін кішкене жаққа көрініс әдемі болсын деп ана жерге жақындатып қойдық. Және ана жер ақтау, ана жер сквозняк. Осы жерде отырып тамақ ішеміз. Біздің таңғы асымыз. Ас болсын бізге. Осымен мен аяқтаймын видеомды. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келіңіздер Алматыға келіп жатсаңыз, Алматының тұрғыны болсаңыз, осы жерге білмесеңіз келіңіздер. Демалыңыздар, уақыт өткізіңіздер отбасыларыңызбен. Пока.